Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі еліміздегі емдеу мекемелерінің техникалық базасын нығайтуға да зор мүмкіндік береді. Бұл Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының басқарма төрағасы Болатбек Баймахановтың пайымды пікірі. Биыл 1 шілдеден бастап міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Бұл ең алдымен ел тұрғындары үшін тиімді. Өйткені халық қалтасынан жарна төлегеннен кейін медициналық қызметтің сапасы жоғары болуын кез келген жерде талап ете алады. Мәселен, хирургия орталығында бір жылда 5 мыңға жуық операция жасалған, 100-ге жоқ трансплантация сәтті өткен. Жүйе енгізілгеннен кейін халықты оған қатысады, өзінің жарналарын төлейді. Сол алатын көмектің сапасын жақсартуға қол жетеді деп ойлаймын, өйткені бәсекелестік пайда болады. Әр ұйымдар тек қана мемлекеттік емес, және жеке мемлекет медициналық ұйымдарда осы көмек көрсетуге қатысуға мүмкіншіліктер болады.